Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы зат есімнің тәуелденуі. Біз сендермен өткен сабақта зат есімнің қалай тәуелденетінін білген болатынбыз. Бүгінгі сабақта тәуелдік жалғауының қолданысын білесіңдер. Мәтіннің жанрын анықтайсыңдар. Берілген бөліктерге мұқият қараңдар. Бұл бөліктерді құрастыру керек. Ол үшін мұндағы берілген сөздерді дұрыс жұптастырыңдар. Мұнда бізге менің, сенің, оның, біздің, елің, добың, үйіміз, анасы сөздері берілген. Қане жұптастырып көрейік. Менің добым, сенің елің, оның анасы, біздің үйіміз. Балалар, сендердің де дұрыс жұптарын тапқандарыңа сенемін. Берілген мәтінді оқимын. Мұқият тыңдаңдар. Қазақ ою-өрнегі өте ертеде пайда болған. Оның мазмұны, өрнектері әртүрлі болып келеді. Негізінен олар өсімдік, жан-жануар, адам өмірі мен ғарыштық ғаламды бейнелеуден тұрады. Соның ішінде жан-жануарды өрнектейтін оюлар көптеп кездеседі. Олар ежелгі қазақ мәдениетінен, көшпелілер өмірінен сыр шертеді. Әр өрнекке өзінің сипатына қарай атау берілген. Мүйізді қойға ұқсайтын өрнек қошқар мүйіз деп аталады. Түйе табан оюы өзінің аты айтып тұрғандай, түйенің табанын бейнелейді. Түйені көргендерің болса, оның ізіне қарап көз жеткізуге болады. Балалар, төмендегі тақырыптардың қайсысы мәтін мазмұнына сәйкес келеді? Әр өрнектің атауы. Жан-жануарлар ою-өрнегі. Қазақ ою-өрнегінің тарихы. Сәйкес келетін тақырып қазақ ою-өрнегінің тарихы. Мәтіннің жанрын анықтаңдаршы. Көркем мәтін, ғылыми танымдық мәтін. Мәтіннің жанры ғылыми танымдық мәтін. Себебі бұл мәтінде ою-өрнек нақты суреттелген. Мәтінімізге қайта оралайық. Мәтіннің бөліктерін анықтап, оларға жоспар құрайық. Мәтіннің кіріспе бөлімі. Қызғылт сары түспен берілген. Бұл бөлімге қандай тақырыпша қояр едіңдер? Қазақ ою-өрнегінің түрлері деп атайық. Екінші, негізгі бөлім. Негізгі бөлімі көк түспен берілген. Негізгі бөлімге жан-жануарлар ою-өрнегі деп ат қоюға болады. Қорытынды бөлім бізде жасыл түспен берілген. Бұл бөлімді қалай атауға болады? Бұл бөлімді әр өрнектің атауы деп атауға болады. Балалар, енді осы жоспар бойынша мәтінді мазмұндап көріңдерші. Ал енді ою-өрнек туралы толығырақ білу үшін келесі бейнематериалға назар аударыңдар. Көшпенді салт дәстүрінің тарихы ұзақ, құнды жәдігерге бай. Қазақ халқының ою-өрнек өнері байырғы ұлтты өнердің ішіндегі ең ежелгісі, әрі кең таралған. Бұл эстетикалық мәні терең өнер. Бүгінге дейін халық арасында 300-дей ою-өрнек түрі сақталған. Бәрінің аты заты бар. Ою мен өрнек сөзі бір мағынаны білдіреді. Киім-кешекке, түс-киізге, қолөнер бұйымдарына кестелеп бейнеленетін картина бедер деп аталады. Ал алашаға, басқұрға және қоржынға түсірілетін геометриялық бедерді өрнек дейміз. Бұрын шеберлер ою-өрнектің дәлме-дәлдігін сақтамай-ақ көзбен мөлшерлеп қиып, тең пропорциясын жасай білген. Мұны бүгінге дейін жеткен қолөнер жәдігерлерінен көруге болады. Ою-өрнек өнері мүсін немесе
сәулет өнері сияқты өз бетімен дами алмайды. Оны үй жиһаздарына саламыз. Сандық пен кебежеге, киім-кешекке, ер-тұрман мен қару-жараққа оямыз. Сонда ғана бұл өнер дамиды, және мазмұны артып, тақырыбы байиды. Бейнематериалдағы ақпарат сендерге пайдалы болды деп ойлаймын. Сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Ол үшін бізге берілген өрнек сөзін тәуелдеп көріңдерші. Бірге айтайық. Бірінші жақ – менің өрнегім. Екінші жақ – сенің өрнегің. Сыпайы түрі – сіздің өрнегіңіз. Үшінші жақ – оның өрнегі. Көпше түрі – бірінші жақ – біздің өрнегіміз. Екінші жақ – сендердің өрнектерің. Сыпайы түрі – сіздердің өрнектеріңіз. Үшінші жақ – олардың өрнектері. Ал сендер дұрыс тәуелдей алдыңдар ма? Берілген жұмбақты шешіп көріңдер. Жұмбақты бірге оқиық. Тарағым бар, таранбаймын. Орағым бар, оралмаймын. Сақалым бар, ал бірақ мен ақсақал бола алмаймын. Жұмбақтың шешуі әтеш. Балалар, жұмбақтағы тәуелденген зат есімдерді табыңдаршы. Және олардың қай жақта тұрғанын тауып көріңдер. Тарағым, орағым, сақалым. Қай жақта тұр? Дұрыс айтасыңдар, бірінші жақта тұр. Мұндағы тарағым сөзін үш жақта жекеше және көпше түрде тәуелдеп айтайық. Менің тарағым, сенің тарағың, сіздің тарағыңыз, оның тарағы. Біздің тарағымыз, сендердің тарақтарың, сіздердің тарақтарыңыз, олардың тарақтары. Берілген кестеге мұқият қараңдар. Мұнда ағаштың түрлері жасырынған. Атауларын табыңдаршы. Шырша, қайың, терек. Енді осы ағаш түрлерін тәуелдеп айтайық. Менің шыршам, қайыңым, терегім. Сенің шыршаң, қайыңың, терегің. Сіздің шыршаңыз, қайыңыңыз, терегіңіз. Оның шыршасы, қайыңы, терегі. Көпше түрі. Біздің шыршамыз, қайыңымыз, терегіміз. Сендердің шыршаларың, қайыңдарың, теректерің. Сіздердің шыршаларыңыз, қайыңдарыңыз, теректеріңіз. Олардың шыршалары, қайыңдары, теректері. Берілген сөздер тобын бірге оқиық. Бұйымым, күлем, өнерім, кілемім. Балалар, бұл сөз тобында қай сөз артық? Және неге артық? Түсіндіріп көріңдерші. Мұнда күлем сөзі артық. Себебі қалған сөздер тәуелденіп тұр. Қай жақта тұр? Дұрыс айтасыңдар, бірінші жақта тұр. Екінші сөздер тобын оқиық. Кездемесі, туындысы, кешкі, заты. Бұл сөз тобында қай сөз артық? Кешкі сөзі артық. Себебі қалған сөздер тәуелденіп тұр. Қай жақта тұр? Я, балалар, үшінші жақта тұр. Бүгінгі сабақта нені үйрендіңдер? Тәуелдік жалғауының қолданысын білдіңдер. Мәтіннің жанрын анықтадыңдар. Жарайсыңдар, балалар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.